Баршаңызға сәлем құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге қарақаттан дайындалған тосап жасаудың қарапайым әдісін ұсынамын. Бұл тосап көп қант қажет етпейді, қою әрі дәмі керемет болып шығады. Алдымен қарақат жидектерін ет тартқыштан өткізіп аламын. Тосап дайындау үшін 1 кг жидекке 500 грамм қант қосамын. 15-20 минут аралығында дайын массаны қант толығымен ерігенше араластырамын. 5 минут массаны тынықтырып, содан қайтадан араластырамын. Қант толығымен еріді, енді газ плитаға үлкен отқа қойып қайнатамын. Арасында араластырып тұру қажет. Массадан бөлінген көбікті қалдырамын. Тосап қайнады, орташа отқа қойып 5 минут қайнатып аламын. Көбік сыртқа ағып кетпеу үшін жиі араластыру керек. Енді газ плитаны өшіріп, тосап толығымен суығанша қалдырамын. Бұндай процесті 3 рет қайталаймын. Тосап толығымен суған кезде қайтып газ плитаға қойып, орташа отта қайнатып аламын. Масса қайнаған кезде 5 минут пісіріп аламын. Сондай-ақ тосаптан бөлінген көбікті қалдырамын. Және жиі араластырамын. Тосапты 5 минут пісіріп алдым, енді суыту қажет. 2 рет қайнатқан өзінде тосап осындай қою болып шығады. Бұл әдісті 3-ші рет қайталаған кезде тосапты газ плитаға орташа отқа қойып қайнатып аламын. Содан кейін өшіремін. Қарақат жидектерінен тосап дайын. Алдын ала дайындалған ыдыстарға құйып суытып аламын. Содан кейін оны қақпақпен тығыз жабамын.
Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.